Жүктілік 9 айға созылатын әйел адамның өміріндегі ең маңызды периодтардың бірі. Бұл жүктілік қалыпты өту үшін әйел адам өзінің денсаулығына көбірек көңіл бөліп, дәрігердің бақылауында болуы керек. Осы жүктілік процесі кезінде 7 рет тексерілуге бару керек. Ең бірінші, әйел адам өзінің жүкті болуын білген кезде, мысалы 2 апталық, 3 апталық болуы мүмкін. Сол кездерде жалпы бірінші баруы 12 аптаға дейін болу керек. Екінші барған кезде 16-20 аптасында, үшіншісі 24-25, төртінші 30-32 аптасында, бесінші 36 аптасында, алтыншы 38-40 апталығында болса, жетінші ол уже 41 аптадан асып кеткен уақытта жүргізілетін болады. Бірінші барған кезінде ең бірінші нәрсе бұл консультация маңыздылығы. Яғни оның жүкті әйелдің өмір баяны маңызды осы жерде. Оны тіркейді, осы уақытқа дейін қандай да бір аурулармен ауырды ма, операция болды ма, жалпы қауіп факторлары бар ма, тұқым қуалайтын деген сияқты, жасы нешеде деген сияқты, және де инфекциялық аурулармен ауырды ма, мысалы краснуха, гепатит деген сияқты. Және де бұл жүктілік процесі кезінде қандай нәрселерден абайлау керек, не жасауға болады, болмайтын деген сияқты ақпараттармен қамтамасыз етіледі. Зерттеулер жүргізген кезде ең бірінші нәрсе ол бойы мен салмағын есепке алады, яғни ИМТ деп айтады, немесе ДСИ, дене салмақ индексін анықтау керек. Біз оның салмағын бөлеміз бойының квадратына. Осы жерде ИМТ-ның маңыздылығы өте күшті. Егер де бұл 25-тен асатын болса, немесе 30-тен асатын болса, жалпы семіздіктің белгілері болатын болса, оның міндетті түрде сахар тексеру керек, яғни глюкозасын тексереміз. Содан соң біз оның қан қысымын тексереміз, аяқ-қолдарын, және де аяғында ешқандай варикоздар жоқ па деген сияқты, және де жыныс мүшелерін қарайтын болады. Лабораториялық анализдер жүргізген кезде біз міндетті түрде тапсырады. Ең маңызды нәрсе бұл общий анализ крови. Яғни ол жерде әйел адамдарда көбінесе гемоглобиннің, эритроциттің төмендеуімен анемиялар кездесіп жатады. Осы жерде біз анемияны емдеуіміз керек, оған арнайы препараттар тағайындалады. Себебі анасына жетпеген оттегі, жалпы гипоксия болатын болса, баласына дұрыс жетіспейді. Сонымен қатар, егерде жаңа айтқандай семіздіктің белгілері болатын болса, жалпы дене салмақ индексі ИМТ жоғары болса, біз глюкозасын тексереміз, қанын аламыз, ризик факторын анықтаймыз, оның оң және теріс екендігі. Өйткені егер теріс болатын болса, арнайы уколдар бар, салынады. Мен қазір алдағы уақытта айтамын. Одан соң міндетті түрде егерде инфекциялық аурулардың белгілері болатын болса, онда исследование тағы жүргізетін болады. Жыныс жолдарының инфекциялар бар жоқтығын анықтау үшін жыныс жолдарын тексергенде жаңағы мазоктар алынады, және ВИЧ, РУАЙ сияқты анализдерді. Одан соң генетикалық маркерлар, яғни балада ешқандай генетикалық аурулармен туылатын қауіп жоқ па екендігін біз білуіміз керек. Айта кететін нәрсе, осы бірінші 12 апта аралығына дейін учетқа тұрған кезде, егерде жүкті әйелдің жасы 35-тен жоғары болатын болса, оны міндетті түрде генетикке жолдама беретін болады. Сосын міндетті түрде 12 аптаға дейін фолий қышқылы дейді ғой, соны 0,4 мг ішуі керек. Өйткені бұл ұрықтың, жүйке жүйесінің, миының дұрыс қалыптасуына өте үлкен себебін тигізеді. Екінші рет келген кезде 16-20 аптасына сәйкес келеді. Бұл кезде жаңағы жүргізілген, тексерілген анализдердің барлығын результаттарын бірге талқылайды, түсіндіріледі. Баланың қозғалулары қандай, ешқандай қан кетулер жоқ па деген сияқты, жүктілік кезде пайда болған қандай да бір белгілерден қауіпті емес екендігін түсіндіреді. Одан соң жаңа айтқанда аяқ-қолдарын қарау, давлениесін өлшеу, ал лабораториялық исследование жүргізген кезде ол жерде мочасында белок бар жоқтығын анықтауымыз керек. Екінші рет УЗИ-ға түсу бізде 18-20 аптаға сәйкес келеді, ал бірінші түсуі бұл 14 аптасында жүргізіледі. Егерде пациенттің қан қысымын өлшеген кезде қандай да бір өзгерістер, қауіп факторлары болатын болса, преэклампсияның алдын алу мақсатында біз пациентке 1 грамм кальцийді қабылдау керектігін түсіндіреміз. Және де осындай кезде біз аспирин тағайындаймыз, көбінесе 75-125 мг күніне 1 рет. Өйткені преэклампсия дегеніміз жүктіліктің асқынуы, көбінесе қан қысым жоғарылауымен, белоктың мочада кездесуімен, ісінулермен көрініс беретін жүктіліктің асқынуы, бұл өмірге, баланың өміріне қауіпті болып саналады. Соның алдын алу мақсатында бұл ұсынылатын болады. Үшінші рет келуі бұл 24-25 аптасына сәйкес келеді. Бұл жерде де консультация, обследование толықтай зерттеледі. Айырмашылығы бұл жатыр түбі биіктігі анықталады. Гравидограмма бойынша бұл дегеніміз жаңағы жүктіліктің дамуы, жүктіліктің аптасы, баланың дамуымен сәйкес келеді ма, жатырдың көлемінің ұлғаюы бұл баланың салмағына сәйкес келе ма жоқ па анықтайтын болады. Және де
егер де әйел адамда біз жаңа айттық резус фактор қан тобын анықтаймыз. Егер теріс резус фактор болатын болса, анти-д иммуноглобулин салынатын болады арнайы укол түрінде. Төртінші рет келген кезде бұл 30-32 аптаралығына сәйкес келеді. Дәл сондай консультация, обследованиялар жасалады. Ерекшелігі анализдер тапсырған кезде РОИ және де ВИЧ-ке, общий анализ крови и белокты мочадан тексеретін болады. Бесіншісі бұл 36 аптасына, 6-шы келуі 38-40 аптасына сәйкес келеді. Бұл кезде біз міндетті түрде жүкті әйелге босанғаннан кейін қалай емізу керектігін, егер бірінші рет босанып тұрса, одан соң қандай контрацептарды қолдануға, яғни жүктіліктен сақтануға болатын амалдарды айтып түсіндіретін боламыз. Ал обследование жасаған кезде міндетті түрде акушерлік тексеру, аяқ-қолдардың варикоз бар жоқтығын тағы да қараймыз. Өткен бұл босанатын уақыттарға сәйкес келеді. Және де артериялық қан қысымын өлшеу, артериялық қан қысымын өлшеу және де ұрықтың жүрек соғу жиілігі қанша екендігін анықтайтын боламыз. 7-ші кезекте бұл 41-ші апта кезеңінде, ол кезде уже госпитализацияға жатқызу, босануға деген рұқсатнама бойынша сұрақтар талқыланатын болады. Егер осы жүктілік барысында қандай да бір сіздің ағзаңызда өзгеріс болып жатқандығын байқасаңыз, міндетті түрде дәрігерге қаралу керек. Яғни ол қандай өзгерістер? Егер де осы жыныс жолдарынан қандай да бір көптеген сұйықтықтар бөлінетін болса, қан аралас сұйықтықтар болса, яғни бөліністер, және де бастың қатты ауырсынуы, көздің айналасынан қандай да бір ұшып жүрген тәрізді белгілер болса, аяқ-қолдың, беттің кенеттен ісініп кетуі, температураның 38-ге дейін көтеріліп тіпті одан да асатын болса, және де аяқ-қолдардың қатты қышулары болған кезде, жыныс жолдары болсын, терінің болсын, және де зәр шығару барысында қатты ауырсынулар, қышулар болған кезде, іштің төменгі бөлігінің, жалпы іштің қатты ауырсынуы, тіпті сіз жатсаңыз да, одан кейін осы 1 сағаттың ішінде 4-5 схваткадан артық болған кезінде, егер бір қандай да бір жағдайлар болып, ішіңіз ұрып алған, құлап қалған, жалпы автомобильде болуы мүмкін, осындай жағдайлар болса, міндетті түрде дәрігерге қаралу керек. Және ең басты нәрсе, егер беременность болған және де ең басты нәрсе, егер жүктіліктің 6 айынан соң, егер сіздің балаңыз осы бір күннің жалпы 12 сағаттың ішінде, күндізге мысалға айтайын, сол кезде 10 қимылдан аз қимылдайтын болса, міндетті түрде дәрігерге барып тексерілу керек.